Қайырлы күн, арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі талдайтын мәтініміз домбыра деп аталады. Қазақтың ұлы мұрасы домбыра туралы мәтін берілген. Алдымен мәтіннің сұрақтарымен танысып алайық. Бірінші сұрақ. Домбыраң шешен екен сөзінің авторы. Екінші, мәтін мазмұнының реттілігін көрсетіңіз. Жамбыл атаның келу себебі. Домбыраның қасиетін Жамбыл қандай сөз арқылы бере білді? Әңгімедегі негізгі түйінді ой. Жалпы әңгімедегі негізгі түйінді ой сөйлемнің мәтіннің соңында беріледі. Енді осы сауалдарға жауап беру үшін біз қазір мәтіннің мазмұнымен танысып алайық. Видеоны тоқтатып қойып, мәтіннің мазмұнына назар аударыңыздар. Мәтіннің мазмұнымен танысып болсаңыздар, өздеріңіз байқап отырғандай, біздің мәтініміз 4 азат жолдан тұрады. Және қазір біз мәтіннің мазмұнына жеке-жеке әрбір сұрақтар бойынша үңілетін боламыз. Енді бірінші сұраққа жауап берейік. Жалпы сұрақтарға жауап беру кезінде мәтіннің мазмұнынан, яғни автордың көзқарасынан ауытқымаймыз. Домбыраң шешен екен сөзінің авторы. Мәтіннің 3-ші азат жолында былай делінген. Мәтіннің үзіндісіне назар аударайық. Үлкендер енді бір кезекте маған күй тартқызып қызықтады. Мен әу баста сәл қысылып, абдырып тұрып қалдым да, жұрттың ұялма, сал барыңды деген кеу-кеуімен Жәкеңнің Бекболат батыр көтерілісі туралы шығарған дауылды ұран күйін соқтыра жөнелдім. Бәрі сілтідей тынып тыңдай қалыпты. Күй біте, «Оу, бәрекелді, тағы да тарт» десті. Енді Тәттімбет, Құрманғазы күйлерін, Жәкеңнің ой дүние күйін тартып бердім. Бұл жерде Жәкең деп отырғанымыз Жамбыл Жабаев. Үйіп тыңдаған ұлы ақын, мен күйді тартып болғанда, үнсіз ғана қолын созып домбыраны маған бер дегендей ишара қылды. Домбыраны Жәкең қолын алып, айналдырып, аударып төңкеріп, әрі-бері қарап, домбыраң шешен екен деп жай ғана шегін қағып байқады. Бірақ күй тартпады. Демек, домбыраң шешен екен деген сөздің авторы Жамбыл Жабаев болатын. Жәкең деп тұр, Жәкең. Қолына домбыраны алып, домбыраң шешен екен деп шегін қағып қойды дейді. Мәтіннің мазмұнының реттілігін көрсетіңіз. Енді бұл жерде бірінші не туралы айтылған, одан кейін қандай оқиға, яғни мәтіннің мазмұнына қарай біз табамыз. Ол үшін мәтіннің мазмұнына тереңірек үңілуіміз керек. Бірінші, 34 жылдан бері сақталып келатқан қара домбыра туралы айтылған. Одан кейін, демек, ең бірінші бізде қызыл домбыра туралы айтылған. Қызыл домбыра. Себебі 34, мына қызыл қоңыр домбыра 34 жылдан бері сақталып келеді дейді. Бірінші сол туралы айтылған. Одан кейін бұл домбыраны маған Ахмет Жұбанов сыйға берді дейді. 1938 жылы қоңыр домбыраны маған
Ахмет Жұбанов сыйға берді дейді. Демек, екінші, қазір біз былай қояйық. Бірінші сый қызыл домбыра туралы айтылған екен. Екінші сыйлық туралы айтылған, яғни домбыра туралы. Одан кейін барып, үйге қонаққа, міне қараңдар, жамбыл келді дейді. Көрдіңдер ғой? Бұл жерде Алматыда бір үлкен жиын болып, сол жиынға жамбыл бастаған көптеген халық таланттары келді дейді. Жәкең айтқанымыз Жамбыл Жабаев. Демек, бұл жерде қонақ жамбыл. Үшінші айтылған екен. Ал ең соңында мына жерде жарығым домбыраны сақта деп Жамбыл ата бата берген екен. Демек, төртінші айтылған ой бұл Жамбыл Жабаевтың батасы. Демек, мына жерге жазамыз. Бірінші 3 тұрады екен. 3. Мына реті бойынша жазып шығамыз. Одан кейін барып 4. Одан кейін мына жерде міне қонақ жамбыл дейді. 2. Және одан кейін барып бізде ең соңында Жәкеңнің Жамбыл Жабаевтың батасы туралы айтылған екен. Демек, бұл жерде ең соңында 1 екен. Демек, сұрақтың жауабы А нұсқасы. 3, 4, 2, 1. Яғни А нұсқасы, мәтіннің реттілігі А нұсқасы екен. Келесі Жамбыл атаның келу себебі. Мына үзіндіге назар аударайық. 1938 жылдың қаңтарында қазақтың профессионал музыкасының ардагер ағасы, ұйымдастырушысы Ахмет Жұбанов осы қызыл қоңыр домбыраны маған сыйға берді. Сол жылдың күзінде Алматыда бір үлкен өнер жиын болып, оған Жамбыл бастаған көптеген халық таланттары келді. Жәкең, Жамбыл Жабаев, бізге аталас жақын кісі. Өнер жиыны өтіп жатқан тұста әкем Тілендінің туған інісі Тілегеннің әйелі қыз тауып, шілдеқана қуанышына құтты болсын айтуға, қасына бір топ өнерпазды ертіп, ақындар Кенен, Иса, Үмбетәлі, Шашубайды ертіп, біздің Жамбыл ата біздің үйге қонаққа келді дейді. Демек, Жамбыл атаның ол үйге қонаққа келу себебі бұл шілдеқанаға құтты болсын айту үшін келген екен. Тілегеннің әйелі қыз тауып, шілдеқанаға құтты болсын айтуға келген екен. Демек, Д нұсқасы. Домбыраның қасиетін Жамбыл қандай сөз арқылы бере білді? Үлкендер бір кезекте маған күй тартқызып қызықтады. Мен әу баста сәл қысылып, абдырып қалдым да, жұрттың ұялма сал барыңды деген кеу-кеуімен Жәкеңнің Бекболат батыр туралы шығарған ұран күйін соқтыра жөнелдім. Бәрі сілтедей тынып тыңдай қалыпты. Күй біте, ау бәрекелді, тағы да тарт десті. Енді Тәттімбет, Құрманғазы күйлерін, Жәкеңнің ой-дүние күйін тартып бердім. Ұйып тыңдаған ұлы ақын, мен күй тартып болғанда, үнсіз ғана қолын созып, домбыраны маған бер дегендей ишара қылды. Домбыраны Жәкең қолына алып, айналдырып, аударып төңкеріп, әрлі-бері қарап отырып, домбыраң шешең еткен деп жай ғана шегін қағып байқады, бірақ күй тартпады. Демек, домбыраның қасиетін қандай сөз арқылы береді? Бұл жерде домбыраң шешен екен, бірақ жарығым домбыраңды сақта деген жолдар арқылы берген екен. Яғни, бұл жерде домбыраның қасиетін мына сөз арқылы береді. Қазір мәтіннің мазмұнын тағы да терең үңілейік. Мына жерде айтып тұр, ең соңында шырағым домбыраңды сақта, жарығым домбыраны сақта деген сөз арқылы береді екен. Демек, бұл жерде
ең негізгі ойы қасында жерде. Так. Домбыраның қасиетін айтқанда, домбыраң шешен екен деген мына жерден шатасып отырық. Домбыраның қасиетін ол мынадай сөз арқылы берген екен. Домбыраң шешен екен деген сөз арқылы берген екен. Демек, д нұсқасы. Домбыраның қасиетін, яғни домбыраны әрі бері қолына алып, айналдырып, аударып, төңкеріп, әрі бері қарап, одан кейін барып, былай деген екен. Домбыраң шешен екен деген екен. Демек, д нұсқасы. Келесі сұрақ. Әңгімедегі негізгі түйінді ой. Әңгімедегі негізгі түйінді ой бұл домбыраның қасиеті туралы айтылған. Яғни мына жерде домбыраны әрі бері қарап, домбыраң шешен екен деп домбыраға баға берді. Сол сияқты ең соңында домбыраны қолына алып, домбыраңды жарығым сақта деп өзінің батасын берген еді. Яғни жалпы әңгімедегі негізгі түйінді ой домбыраның қасиеті, домбыраның қастерлеуді, домбыраны құрметтеуді біздің ұлы мұрамыз, ата-бабадан келе жатқан ұлы мұрамыз домбыраны сақтауды, ұрпақтан ұрпаққа жеткізе білуді айтқан екен. Демек, мәтіндегі негізгі түйінді ой бұл домбыраның қасиеті. Сонымен, жеке-жеке тағы да сұрақтарға есімізге түсіре кетейік. Бұл мәтін домбыра туралы екен. Домбырада Жамбыл Жабаевтың домбыраны қалай бағалайтындығы, жалпы қазақ халқының ұлттық құндылығымызды домбыраны қалай қастерлейтініміз туралы айтылған екен. Бірінші сұрақ. Домбыраң шешен екен деген сөздің авторы бұл Жамбыл Жабаев. Міне, домбыраң шешен екен деген сөз айтқан бұл Жамбыл Жабаев болатын. Келесі. Мәтіннің негізгі реттілігі бұл А нұсқасы болды. Яғни бірінші мәтінде қызыл домбыра туралы айтылған. Одан кейін сый домбыра туралы айтылған. Одан кейін қонаққа келген Жамбыл туралы айтылған. Одан кейін ең соңында Жамбыл Жабаевтың батасы туралы айтылған екен. Жамбыл атаның келу себебі бұл шілдехананың қуанышына құтты болсын айтуға сол үйге келген екен. Домбыраның қасиетін Жамбыл қандай сөз арқылы береді? Домбыраның қасиетін домбыраны аударып төңкеріп, әрі бері қарап, домбыраң шешен екен деген сөз арқылы домбыраның қасиетін айтқан екен. Әңгімедегі негізгі түйінді ой домбыраның қасиеті туралы айтылған. Демек, біз міне 4 азат жолдан тұратын домбыра тақырыбындағы мәтінге талдау жасадық. Әрине, мәтінді талдау кезінде мәтіннің мазмұнынан ауытқымаймыз, автордың көзқарасын сақтаймыз, және барлық сұрақтардың жауабы мәтіннің мазмұнында берілген екен. Назарларыңызға рахмет. Келесі мәтін талдауда кездескенше аман сау болыңыздар. Әр күндеріңізге сәттілік тілеймін.